Добрый день. Сәлеметсіз бе? Добро пожаловать в наш отель. Чем я могу вам помочь? Кешіресіз, менің досым осы қонақ үйде жатыр еді. Соған жолығуға келген. Не поняла. Досым 307 бөлмеде жатыр. Осында кел деген. Келгенді білдірейін десем, телефонымның қуаты сөніп қалды. Извините, вы можете по-русски говорить? По-русски болғанда сәл-сәл түсінемін. Бірақ жеткізуім қиындау еді. Я вас не понимаю. Қазақсыз ба өзі? Да, я казашка. Қазақша мүлдем түсінбейсіз бе? К сожалению, не понимаю. Меня здесь друг. Здесь... Извините, какой друг? Жарайды, осында тұра берейінші, өзі түсіп қалатын шығар. Welcome to our hotel. Hello. What is your number? 20. Okay. Wait a minute. Good vacation. Thank you. Shimken Keremit Kalaiki. Men Baskaksha, yesterday yedim. I'm sorry. I didn't understand. Shimken super Kaladim. Да, Шымкент супер, да. Ассаламалейкум. Wa alaikum salam. Сіз қазақша сөйлей аласыз ба? Arene. Kumnen nanan jese sunun hanan ayta sindip jay yugem jatып. Ендеше, мына қарындасқа, менің досым 307 бөлмеде жатыр деп аударып беріңізші, өтініш. Kalay Kazakuskoy? Ozin aypatsız ba? Болмай жатыр. Өтініш аударып беріңізші. Jaraydi. His friend is in room 307. What to do? Nistip Kiritip Jato. Досым шақырып берсін. Call his friend in room 307. Okay. Ассалаумағалейкум. Assalamu alaikum, mister. Уалейкум ассалам. Қандай көмегім қажет? Kurmek керек жоқ. Кайтамен көмектесіп жатып. Қалайша? Мен Америкадан келіп, 2 казакқа аудармашы болып жатып. Солай ма? Солай? I'm sorry, mister. Okay? Go your number. Thank you. Кешіріңіз. Түсінбедім, бұл жерде не болып жатыр? 307 бөлмеде менің досым жатыр. Соны мына қарындасқа айтсам, қазақша түсінбейді. Сосын амал жоқ, америкалық жігітке аударып беруін өтіндім. Еңлік, сен қазақша түсінбейсің ба? Нет, Талгат Атигенович, я понимаю, но не могу говорить, поэтому стесняюсь. Енді түсінсең, неге шетелдік азамат екеуіңізге келіп, араларыңызға аудармашы болып тұр? Кешіріңізші, енді қайталанбайды. Сіз жаңа ғана қазақша мүлдем түсінбеймін деп жатыр едіңіз ғой. Әлде тек бастықтардың ғана сөзін түсінесіз бе? Айып етпеңіз. Кешірім сұраймын сізден. Сіз отыра тұрыңыз, досыңыз шақырып береміз. Айып етпеңіз. Еңлік, сенің көп тіл білгеніңнен не пайда? Өз ана тіліңді білмесең, өз тілімізді өзіміз құрметтемесек, басқалар қалай құрметтесін? Қысқасы былай, осы аптаның аяғында қазақ тілінен сынақ алам сенен. Өте алмасаң маған ренжіме. Түсіндім.